Арман, келгеніңе рахмет. Бірақ 2 жылдан бері көрінбей кеттің, 2 жылдан бері жекпе-жек өткізбей жүрсің. Қазір қайда жүрсің, не істеп жүрсің? Ассалаумағалейкум. Қазір осы жерде отырмын ғой. Соңғы 2 Жалпы жылда. соңғы 2 жылда үй жақта жаттық. Не істейміз енді басқа? Жекпе-жек жоқ, тым қызық емес. Былтыр карантин болды. Қалағанда санда шығып қоясың жұмыстармен. Қалған уақытта үйде болды. Биыл Шымкентте маусымда жекпе-жек өткізеді деген ақпарат шықты. Бірақ өтпеген сияқты, Ақпарат шықты. Қолыма жарақат алған себептен жекпе-жекке шыға алмадым. Енді қашан жекпе-жек өткізесіз? 3 октябрь. Саған қызық болып отыр ма спорт туралы әңгіме? Неге осы әйелдерге спорт қызық емес, жекпе-жек қызық емес деген бір ой қалыптасып қалған? Әйел деген қалай кетті? Қыздарға деп. Жалпы қыздарға дейді. Маған да қызық, мысалы мен Арман болсын, осыған дейін өткен Шавкат, Жалғастардың жекпе-жегін күйеуімнен артық көрмесем кем көрмейтін. Мысалы бір Шавкаттың бойы болды ғой, сол кезде деген. Күйеуім екеуміз күтіп жатқанбыз, ол ұйықтап қалған ғой. Мен көріп біттім да оятамын ғой, Шавкат жеңді, тұрсашы деп. Қойшы жеңді ма деді, ары қарай ұйықтап қалды. Уайым жоқ дейсіз? Иә, менің бұл жерде қызығатын басқа нәрсе болып тұр да. Осы спортшылардың барлығы енді үйге қарағанда түзде көп жүреді ғой. Жарысқа кетеді, дайындыққа кетеді деген сияқты. Сол спортшылардың әйелі немен айналысады екен? Жалпы сенің әйелің немен айналысады? Мен әйел деп айтқан кішкене стрёмный естілетін сияқты. Қатын деген дұрыс сияқты. Мен қатын жалпы үйде. 2 жыл болды ғой бір-бірімізді танысып, жақсы сөйлесіп жүргенімізге ше. Бір-біріміздің танысқанымызға 2 жыл болды. Өйткені 2 жылға дейін енді менде жаттығу бар, мен іс-сапармен көп жұмыстармен кетемін. Енді былай қаңғып та кетесің, ұстай алмай қалады айлап. Сол себептен 2 жылдан бері танысып жатырмыз қатынмен. Жақсы адам екен жалпы. Енді қазір енді бір дамыған ғасыр ғой. Бір ақпараттық ғасыр дей ма, бір дамуға бір ілесе алмай жатады. Бір әйеліңнің дамуына бір жағдай жасайсың ба, или бір көмектесесің ба деген сияқты. Әлде отбасы ошаққасының қасынан шықпай отыр ма? Енді қазіргі таңда былай айтатын болсақ, ең басында қатынмен үйленгеннен кейін енді бакалаврды бітірген болатынмын, Атудың университетін. Технолог дей ма, дәм тұзын көріп, дәм татып тұратын адам бар ғой, сондай. Қазіргі таңда одан кейін оның арманы, магистратура оқу керек екен, Америкаға бару екен, қиялдағы арман асқақ. Образдағы. Тұрып қой арман тегін қасында. Ондай арман не қажеті бар? Сосын 1 жыл енді былай жігітше айтайын, қалай айтсам ол, миымды жеп жүрді. Магистратураға түсу керек еді, мен үлгермей қалдым, сіз мен алып қашып кеттіңіз, мен алдыма осылай болды деп жарайды дедім, үндемей жүрдім. 1 жыл миым жеді, 1 жылдан кейін алаң қалауымен бардық та, бір 5 күнде документ жинап магистратураға тапсырып, ол өтті. Аграрныйдың сол 10-ші корпустағы. Сол жерге грантқа түсті, оқуға түсті. Мен айтам, сабаққа бармай қой, мен бір ауыз айтып сөйлесейін дедім. Система жоқ, мен барам, оқимын, бакалаврды өзім қызылға бітіргенде. Жарайды, айтам, барды. Бірінші семестрден кейін ал сабақта кетті. Мен қойшы сөйлесінші деді. Маған айтам, қыртпа дедім, бар енді до конца. Содан кейін магистратураны бітірмей тұрып та жұмысқа шығам деп шулатты. Айтам, жарайды шық дедім. Маған не керегі бар? Енді қыз баланың үйдің шаруасын реттеп, содан кейін күйеуіне тамақ жасап, бала шағасына қарау ғой, негізі. Түпкі мақсаты ше. Шығам деді, жарайды деп, өзі бір туысқандар арқылы бір немнеге қазір айтам. Ақсайнанға технолог болып жұмысқа кіріпті. Технолог емес, бірінші күні грузчик болыпты. Нан тасқыз қойыпты, технолог осылай мен Арман Ашимовтың әйелімін, мен деген бір басшылықта отырам демеп па? Жоқ, мен қатын Аллаға шүкір, ондай кесір емес, үйтіп мен атын жария қылдырып та айтпайды ешкімге ше. Қарапайым адам ғой. Солай барып екінші күні әкем келеді айтады, жүр қызым, ертең таңертең мен сені алтыда тұрып апарып тастайын десейсің ба? Папа, жұмысқа бармай қойыншы. Содан бері тоқтатты жұмысын, қазір жұмысқа шығам деп те айтпайды, оқимын деп те айтпайды, қазір Аллаға шүкір. Бірақ егер белгілі бір іспен айналысам десе шектеулер жоқ, Белгілі бір өзінің шаруасы болса. Сосын бағана бір сөзіңнен байқап қалдым, алып қашып кеттім деп. Негізі бір сөздер бар. Маған да сол қызық болып отыр қазір. Негізі айтады ғой осы. Өзіне сенімсіз
қызды қарата алмайтын жігіттер алып қашады деген сияқты бір сөздер бар еді да. Соны түсінбей қалдық. Ол сенімсіз жігіттерге арналған шығар. Өйткені мен өзім қатыныммен былай қалай айтсам болады, екеуміз просто таныс болдық, жүрген жоқпыз. Қыз жігіт болып жүрген жоқпыз. Мен оны таныдым, бір официально бір 5 рет па 7 рет па солай кездестік. Былай ауызашарға шақырдым, сосын былайынан әңгіме дүкенін құрып осылай. Солай ғана айттым, мен сені алам дедім. Ол неғып мен деді. Өйткені қасында қыздар көп қой дегенде айтады да. Сосын мен айттым, сен, короче, бұйырады бір күн. Иә, келісім бойынша. Маған айттым, келісім бойынша емес ол. Ол білмей қалды негізі. Қалай болды соны айтып берсең оқиғасын. Ол айтам, ал атуды бітіргеннен, бакалавр бітіргеннен айтам, короче, маған хабарлас, мен диплом алуыңа барам, типа сыйлық беріп, анам хабарласпай техничный алады да, бұл ауылына кетіп қалады. Райымбек ауданы дейін ма? Кеген. Иә. Райымбек ауданы, Кегеннің тумасы өзінен. Город Кеген деп айтады ғой, қатын жыртылып тұр. Город Кеген деп айта берейін. Сол жерге әке-шешесімен үйіне кетті. Сорақ жатыр екенбіз, бір күн хабарласам, WhatsApp-пен сөйлесіп жатырмыз. Айтам, қайдасың десем, ауылдан дейді, айтам, не істеп жүрсің деп. Мен де аяқ асты шештім, бір 4 күн қалған кезде анам жетісі тойға кету керек болды. Мен 4 күні анама барып, ораза бітті, 2017 жылы. Ораза біткеннен кейін 4 күн айтам, мен үйленемін деймін ғой, маған анам. Енді жалпақ тілмен айта берейін, былайынша. Ёп твою мать-тің баласы, ертерек айтпайсың ба дейді. Осайынан айтады да, анам ше өзі бір сұмдық болып қалды. Айттым, сіз кете беріңіз, біз өзіміз ақыр реттейміз ғой деп. Сосын жындысың ба деп. Осыдан 8 күні алып келмеші дейді. 8 күні алып келмеші, үйленемін деп айтпа деп. Айтам, негізі бірінші очередьте қатын тұрды, екінші очередьте тағы бір қыз тұрды, қатын шықпай қалса. Одан кейін тағы бір қыз тұрған. В общем, 4 қыз. Запаспен ше. Иә. Солай болды. Алаң-қаламен қатынды алып та барып, ең басында айттым, мен елік атуға барам деп. Негізі елігім сол қатыным ғой мен қазірге ше. Мақсат сол ғой. Охотаға барамыз деп, елік атуға деп. Жарайды деп, сосын бардық, дос боламын екенбіз. Сосын обратно Алматыға алып кету керек болатынбыз. Екінші күні барсам, ол Алматыға тағы бір жұмыстармен ба, бірден кесімен келу керек болатын. Содан келіп, Кегенге барып тоқтадық, айтам, кішкене ыңғайсызданып тұрды енді. Былай жақ бер жағына қарап. Айтам, отырасың машинаға деп. Отырам дейді, дос болам екенбіз отырып, айтам, суға түсетін жер бар ма деп. Саспайсың ғой деген кезде. Бар дейді, Кеген суде айтам, сол шалшық суда жүрейін мен, сол кір-кір болып дедім. Айтам, жүр ары қарай қайыңдыға барайық, қайыңдыға суға түсіп, мен қайтып әкеп тастаймын. Уәде берем 12-ге дейін түнгі үйіңе әкеп тастаймын дедім. Сосын қайыңдыға жақындаған кезде алған Қапшағайға деп айттым. Уәде берем деп айтып қойдым енді. 12-де 12-де емес, 8-де ровно үйіне алып бардым уәдемен. Сосын 8-де ма, 7-де ма, 6 сағат па, 7 сағат көнбей отырды ғой. Жоқ деді ғой. Сосын артынан кейін ағам келіп ұрысты. Не, әлі отырсыңдар ма? Түсір қолыңды деп. Бер басын деп еді, қолын түсіреді ғой. Басын бер жатыр. Солай ағам қолымен қалды. Жаман емес қазір. Иә, Инстаграмнан көріп тұрамын. Парақшадан. Мен былай қарасам, сен әңгімеге ашық екенсің. Негізі біздің қазақтың спортшылары көбі не ғой? Тұйық. Образда. Иә, көп сөйлемейді. Барып сұхбат аламын десең, иә, өзің айтқан сияқты образда отырады, сөйлемейді. Иә, жоқ деп жауап беріп отырады. Иә. Сондықтан шығар, бізде еще көбіне бокста, ММА-де трэш-ток деген жоқ қой қазақ спортшыларында. Бізден тек Қуат Хамитов қана бар шығар. Трэш-токты өлтіреді. Қоғам белсендісі болып кетті. Сенде бірақ қазір ашық сөйлескенмен қазір былайына ойлап отырмыз, бір партия ашып, сол отырамыз өдешіп басында. Қазір неге біздің спортшылар трэш-токке жоқ? Сен мысалға жақсы сөйлейсің, ашық сөйлейсің, әлде үндемей келіп жеңген жақсырақ па? Қалай айтсам болады? Ол жекпе-жекте ма или сөзде ма? Жалпы, қайсысынан болса да. Енді өмірде біз қарапайым адам сияқты өмір сүреміз. Енді жекпе-жекте енді білмеймін, енді мен тойларда билеймін, өмірде қалжыңбаспын. Енді бойға шығып, ондай болмайды сияқты, қазаққа жарыспайды сияқты. Бірақ өмірде қарапайым адамсың ғой, кез келген адаммен әркім деңгейіне байланысты сөйлесе береміз да енді. Біреумен қалжыңдасу керек болса, қалжыңдасамыз, біреумен енді қабағын түйіп сөйлесу керек болса, қабағын түйіп. Боксшы Жәнібек Әлімханұлы соны жақсы қолданып жүр ғой трэш-токты. Мен орта салмақтың патшасымын, чемпиондарда кел маған деп. Иә.
сөйтіп UFC-дің чемпиондарына жекпе-жекке шақырғың келмей ма? Бұл да бір жағынан хайп сияқты да, қазір бәрі хайп жақсы көреді ғой. Атыңды ел біле бастайды деген сияқты. Атың шықпаса жер жүрте деген әңгіме ғой. Иә, сол сияқты болып тұр бұл жерде. Ол қажет емес. Өзі Алла бұйырса, өзі әр нәрсе өз уақытымен келеді. Мен де 2016-2015 жылдары дос балам айтатын, Арман, сен шетелде төбелесетін баласың ғой деп. Аяқ астынан мен айтып, мен Алланың қалауымен асықпай күтейік деп. Алланың қалауымен 2017-те М1 Глобалмен келісім шартқа отырдық. Енді қазір UFC-мен келісім шартқа отырдық, бірақ жекпе-жек жоқ. Қазір NFC-де сол себептен бір бой. Қазір 2 жыл 15 күн болды төбелеспегелі. Бүгінгі күнге дейінгі. Енді қазір октябрьдің 3-ні сол төбелесіп көреміз, қалай болады екен, қандай формада екен. Тексеріп көреміз де. Жаңа менеджермен отырдым. Алдында Адриан Бакос болатын. Ол 2020 жылы жақсы жұмыс істеді, 3 бой берді, бірақ 3 бойдан айырылып қалдық карантиннің кесірінен. Қазіргі таңда Саят өзіміздің қазақ Саят Абдрахмановпен келісім шартқа отырдық. Алла қаласа айтып отыр, Саят, осы жылдың аяғына дейін бір жекпе-жек төбелесесің. UFC-да ма әлде басқа промоушн? Білмеймін мен. Әйтеуір бір жекпе-жек бар точно. Иә, бір жекпе-жек бар әйтеуір. Білмеймін. Қай жақта екен, ар жақта, ана жақта. Жаңа сен өзің айтып қалдың ғой, дос балаң 2017 жылдары шетелде төбелесетін жігітсің ғой деп айтты деп. Негізі дәл қазір ауылда көшеде төбелесіп жүрген балалар көп қой негізі. Көшеде бір-бірін аямай бұқат етіп жүргендер көп қазір. Жоқ, мысалы жоқ, мектеп кезінде қазір сыныптастарды ойласақ, әр сыныптың өзінің бір атаманы бар, әр мектептің өзінің бір ұстайтын баласы бар деген сияқты жақсы төбелеседі. Қазір әр сыныптың бір тиктокері бар деген ғой. Иә, қазір сына тиктокер бала, бұрын сондай еді ғой. Бірақ мысалы солардың барлығы дерлік бір атақты спортшы болып кеткен жоқ деген сияқты ше. Жалпы бір сенің деңгейіңе жету үшін немесе бір халықаралық додаларға қатысу үшін не істеу керек өзі? Аянбау керек, жаттығу жасау керек. Әр нәрсе өз уақытымен келеді. Көбісі бізде енді шын айтқан кезде мен енді мықты спортсмендер бар болған. Жекпе-жек майталмандары. Бірақ өкінішке орай көбісі жұмыспен кетеді, үйленеді. Енді жекпе-жек өткізе ма или семьясын баға ма? Жекпе-жек өткізсе семьясы аз қалады да. Сол жекпе-жек өткізсе семьясы аш қалады. Сол себептен айтады, қойшы, әкесін дейді да, мен семьямды баққаным дұрыс дейді. Сол. Кішкене бізде өкіметтен демей қойық енді. Бір өзіміздің қаражаты бар ағаларымыздан кішкене хотя отбасына жететіндей қаражат беретін болса, енді отбасына азық-түлігін алып беріп, өз уайымдамай жететіндей болса, онда қазақтың мықты жігіттері көп, өте мықты жігіттер. Менің өзім жан досым кезінде танкист болған, 3 жыл контрактта істеген. Осылай қолымнан ұстаған кезде, мен спортсмен балам ғой, мен қолымды аламай қалғам. Қолымды до такой степени қысып салған кезде мен айқайлап жүрген, мен болды, братан, жіберші деп. Спортқа оралайық, сен жаңа жаттығу жасау керек деп кеңесін айтып жатсың ғой. Жалпы мысалға біздің осы подкастты көріп отырған бір ауылдың баласы болса, күші тасып бара жатыр. Көп болса мектепте атаман болып жүр. Дәл соған дәл қазір не істеу керек, жаттығу жасау керек, бірақ қайда бару керек? Соны айтып берші. Кімге қандай жаттығу ұнайды, соған бару керек. Мысалы, біреуге волейбол ойнауы мүмкін, біреуге футбол ойнауы мүмкін. Енді Қазақстан ближайший бір ғасырдың ішінде футболдан бірінші орын алады деген онда ойда жоқ. Бірақ өзінің жақсы көрген спортымен байланысу керек та. Өйткені барады да, көп адамдар барады. Көп адамдар өзінің спорт, мысалы, біреу боксер болғысы келсе, әке-шешесі айтады, жоқ, сен боксер болмайсың, сен Паркинсон ауруымен ауырасың дейді. Мұхаммед Али сияқты, или өлесің дейді, или пробитый боласың дейді. Оны алады да бір күреске барып қояды. Мен бала ниеті жоқ ол спортқа баруға, әйтеуір барып жүреді, құр уақытын өткізеді да. Паркинсон болатын десе, удар алмай жүрген адамдарды ауырып жатыр Паркинсон ауруымен. Ол Алла кімге басына не жазады, сол болады да. Главный ұнайтын спортқа бару керек дейсің ғой. Ең басты ұнайтын спортқа, Енді көкпар бар ауылдарда, көкпар болсаң, шымыр боласың. Мысалға Бекзат марқұм ағамыз Саттарханов көкпарист болған, көкпаршы болған, 4 жылда келеді да, олимпиададан ұтып алады. Қалай? Алланың бір берген ерекшелігі болған. Оны вообще ешкім ойламаған. Ең соңынан Бақтияр деген ағамыз айтады, одан вообще ешкім интервью алмаған да дейді да.
ешкім күтпеген ғой алып ешкім оны күтпеген. Мына жақтан сборда жүрген кезде сол сборда бір интервьюсі бар ғой, енді әлемдік деңгейге барғаннан кейін бірінші орын алу керек деп айтқан сөзі бар. Иә, алла оған бұйырды да, бірінші орын алды. Оны вообще ешкім ойламаған оны олимпийский чемпион болады деп ше. Просто жай апарып қатыстырса жібере салған ғой, короче. Алланың қалауымен алтын олимпийский чемпион болды. Бірақ өзі жоқ болса да ол кісінің ешқашан аты өшпейді. Иә, қазір тарихта қалды ғой есімі. 20 жасында осындай үлкен жетістікке қол жеткізіп. Иә. Әрине. Енді қыздар жайлы айтайық. Арман осы енді спорт болғаннан кейін жеңіс болады, жеңіліс болады. Мысалы, оған дәлел жақында өткен олимпиада. Мысалы, сондай бір жеңілген сәттеріңде, өзіңде бағана айтып өттің, қазір дайректке қашан шығасың, қашан төбелесесің, қашан жекпе-жек өтеді деп. Кейде мен комментарийларыңда да оқып қаламын бір кейде. Сондай бір өзіңнің тарапыңа айтылған бір орынсыз пікірлер болса, қалай күресесіңіз? Не істейсің? Ұйқымен күресем, таңертең тұрып аламын. Ұйқыдан постоянно ұтылып қаламын деп айтайын ба? Иә, алдында мен деген таңғы 10-да звондап тұрмын, сөйтіп алмайды. Сөйтіп 12-де жазып жіберіпті, таң атпай не істейсіздер осы звондап дейді ғой. Сосын мен айттым, маған негізі таңғы 8-де атады. Енді сізге қай кезде атады мен білмеймін деп жазып жібергенмін. Әркім бәрі қалай ғой, таң атқанды ше. Енді мен мысалы кеш уақыт жатамын, мен таңғы 4-ке таман солай жатамын да ұйқыға ше. Енді менде организм солай қалыптасып алған ба. Одан ертерек бір жата қалайын десең жата алмайсың. Ұйқың келмей ма? Жоқ, қаңғыру керек болады содан кейін. Өзім жеке шаруаларым бар. Таңғы жаттығу деген жоқ па? Бар ғой. Ұйқымен күресем деп айттым ғой. Жоқ, ол таңғы жаттығу бар ғой. Әр нәрсе өз уақытымен ғой. Иә. Жалпы спортта болғаннан кейін күн 2 мезгіл ұйықтамасаң, или көп уақытың ұйықтамасаң, қиын. Жаттығу болғаннан кейін. Енді демалатын кезде демалып тұрамыз. Негізі хейтерлерге ойын қалай? Бізде осы каналымыз жақында ғана ашылды ғой, подкастты енді бастап жатырмыз, бірақ сен 3-ші қонағымызсың. Уже бәрі біздің қай жерімізде минус бар, мыналарың дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынаны сөйту керек деп бүкіл минусымыз тізіп жазып беріп жатыр да. Бұл енді басы ғана. Сен енді бұрыннан танылып келе жатқан спортшы болғаннан кейін сенің хейтерлерің көп шығар. Енді негізі хейтер деп айтатын анау көре алмаған адамдар ғой, өздері жетістікке жетпеген адам, бірақ біреудің жетістікке жеткенін көре алмайтын адамдар да. Қолынан келмейді. Просто әңгіме барысында ғана или клавиатураның күшімен ғана да. Былайынан тікке келген кезде осыған ой, братан, қалайсың дейді ғой. Нанұрс мен емес, мен қолым жазған оны деп ше. Сондай әңгіме ғой. Өмірде шын мәнінде де ше, жетістікке жеткен адам оны дұрыс ойлау біледі, ойлау қабілеті мықты болады да. IQ дейді ғой. Иә. IQ-лар жоғары болады. Енді жетістікке жетпеген адам көп. Енді өзінің мысалға қалай айтсам болады, біреу 10 алдында осы есіме түсті енді. Чимкентте бір миллионер бала бар. Үндік бағып миллионер болған. Вот міне мысалға. Ол жетістікке жеткен адам. Осы Алматыдан 6 үндік құшақтап алып кеткен дейді. Сөз дос балаларын бәрі күлді дейді. Малмен мал боласың ба, или үндікпен үндік боласың ба деп. Қазір 5 жылдан кейін алғанда жаңа Геленваген алған енді. Сол дос балаларын шақырады енді жұмысқа, жатам десе, олар үшін намыстанады дейді ауылда. Ауыл айтады да, бірақ мен қазақтың жігіттері мынау охрананы күзетпен официант болған қаламайым дейді да. Официант болған. Лучше менде келіп жұмыс істесін, мен жағдайларын көтеріп беремін деп отыр. Сол себептен көп қазір ауылдың азаматтары, жас балалары, үлкендері бәрі қалаға көшкісі келеді. Менің әкем мен анам қаншама жыл қалада жұмыс істеді. Анам пистолетчик оператор болды, әкем таксист болды, автобус жүргізді. Оның алдында өздерінің бизнестары болды. Енді бизнестар болған кезде 2000 жылға дейін жағдайлар енді қазіргі таңмен алған кезде шамамен $4 миллион болған 2000 жылдар. Сол жылдар бір мошенниктер қадап, қазіргі теңгемен санаған кезде мошенниктер қадап, алдап кетіп, сондай жағдайға ұшыраған болатын. Бірақ Аллаға шүкір, әкем мен анам ешқашан қолын түсірмеді, мойын ұсынбады. Бір-бірін сындырған жоқ, бір-біріне қолдау көрсетіп, біз 2 баламды оқытамыз деп. Аллаға шүкір, мен әпкемді, мен де оқу бітірдік, заң факультетін екеумізді. Бірақ әпкем өзінің мамандығымен жұмыс істеп кетті, мен шекара қызметіндемін.
Қазір сонда жұмыс істейсіз ба? Иә, шекара қызметіндемін. Бәсе көбі сұрайды да, оқырмандар маған да қызық, мысалға боксшылар болсын, файтерлер болсын, мысалы сен 2 жыл жекпе-жек өткізген жоқсың, қалай күн көреді дейді да, жекпе-жектен пайда көрмесе. Жалпы қай жерде жұмыс істейсің, соны сұрайын деп отқанмын. Мен еще грузчик болып подработать етемін ғой неде. Грузчик болып? Иә. Қай базарда? Қай базарда? Үй жақта. Үй жақта. Өз-өзіме деп қалжың айтамын. Енді мен де жас кезімде, енді бала кезімнен бастап біз стройкада жүрдік. Өтірік айтпай қоймын, мен әкеме кондуктор болдым, мен де официант болып көрдім. Өйткені мен официант болған кезде әкем мен анам ұрысқан болатын. Сендерге бұл жұмыс жараспайды, бармайсың деп жүр. Енді мен достарым, бір достарым мойкада істейді. Енді қызық та олар 9-шы класста оқып жүр, каникулда мойкада істейді, біреу официант болады. Ондай өміріңде көрмегенсің, бірақ шығып істеп көргің келеді ғой. Үй ішімен қырылып солай жұмыс істеген болатын. Енді арасында барып тұрып ше. Жаттығуға барасың, бәрін үлгеретінбіз. Қазіргі таңда шын мәнінде қарасам былайынан жата ойлаймын ғой, кезінде істеген нәрсенің бәрін қазір ойлансаң кішкене есіңе түседі да, бірақ ештеңе істеген келмейді. Уже желкең асып тұр да ол ше. Кішкентай кезінде көп қатты жұмыс істеп қойғам да. Сол қазір жалқаулық басым қазір ше. Сәл бірдеңке болса ерінбей барып ұйықтап аласың да. Ұйқың келсе ұйықтап ал, ешқашан ерінбе деп отырсың ғой. Мен бір сұхбатыңнан ба оқып қалдым или көрдім ба, тоқал алу мәселесі. Осы әңгімеден басқа көру тастар апалышкам ғой бұл. Жағдайымды жасағаннан кейін дегенсің ба? Жоқ. Енді жағдай болса да болмаса да аламыз. Тоқал аламын дегенсің, иә? Аламыз. Ең басты. Енді қандай план бар қазір? Иә, қашан? Қазір енді ала қалса, қазірге шын айтайын, тар да. Қазір да алуға болады, оның проблем жоқ ол. Бірақ үй тар. Енді екеуін бір комнатаға жатқызып қоюға да болмайды ғой. Екеуінде 2 комната болу керек. Екеуін бір комнатаға жатқызып, өзім басқа комнатаға шығып кетсем қалай болады ол? Болмай қалады да. Сол себептен қыздар құлақтарың алдын сырға 2 күннен былай қарай емес, или былай қарай емес. Әйелің, отбасың, қатының, отбасың қарсы емес па? Негізі қатыннан рұқсат сұрамайды. Қатында ескертеді, курсқа қояды. Қазақ тілімен айтайын, курсқа қоясың, мен тоқал аламын деп ше. Бірақ Алланың қалауымен мен қатыным ешқашан қарсы болмады. Енді басында қарсы болды, әрине. Бізге арамызда біз 3 жыл 5 ай бала күттік, қызымызды күттік та. Алланың қалауымен 3 жыл 5 айдан кейін дүниеге келді. Сол кезде қатыным бір мынандай моменттер болды. Кішкене емделген моменттер, кішкене суық тиген моменттер сондай. Қатыным 7 айлығында аяғы ауыр кезінде айтады ғой, сіз маған осы 2 рет көкедеш болды, сол кезде қатты қолдау көрсеттіңіз. Сіз болмаған кезде мен өмірден түңіліп кететін едім. Может, мен басқа былай кетіп қалушы едім дейді да. Ол ойлаған ғой, негізі 2-ші рет герпес дейді ғой, шұқ асқазаннан шығады екен. Сол себептен бала түсіп қалады. Содан кейін емделіп көтергеннен кейін артынан айтып отыр да. Сіз маған қолдау көрсеткен кезде мен кіммін сізге қолдау көрсетпейтін дейді да. Мен кіммін дейді. Сіз кезінде негізі мен Алладан сұрайтын дейді. Мен былайынан сізге бетіңізді айтамай, бірақ сұрайтынмын дейді, тоқал алмай қойса екен дейді да. Мен айттым, мен қалай алмайсың? Ол Алла бұйырып айтып қойған ғой, алыңдар, көбейіңдер деп. Жоқ, енді тоқал алудың бір өзінің талаптары бар емес па? Егер мысалы отбасында әйелің бала сүйе алмаса, не болмаса бір күйеуі ұрпақтарын көбейтіндер деген обязательно сол бірінші бәйбішең көтере алмай қалу ол мақсат емес қой. Мысалға енді қарап былай айтайық, мен былай айтайын да. Бір қатыннан 5 балаң, екінші қатыннан 5 балаң болды, 10 бала. Ертең әкең де шешесі де өледі, артынан енді бір ұлы мен бір жарайды, 2 ұлы күнәсін көтеріп қалсын әке шешесінің, 3-еуі жарайды. Қалған 7-еуі дұға етіп отырса, просто бір сөз бар ғой, өзбек байыса үй салады, қазақ байыса қатын алады деген сияқты. Сол бір мақтан болып кетпей ма осы? Ол мақтан емес. Біз өзіміз 18-ақ миллионбыз. Біз осылай көбеймесек, енді біз қазір мысалға 600 мың қыз бала бар, басы бойдақ қыз, үйленуге дайын. 200 мың еркек бар. Енді каждый бір-бірден албаса, қалған 400 мың қайда барады? Клубқа барады. Кім көрінгенмен общение ұстайды. Сосын ел шетіне келген қонақтар айтады, сосын Қазақстан қалай екен десе, қазақтар жезөкшеден туған деп. Қалай болады? Біз лучше 2-еуден, 4-еуден шамасы келгендер енді. Енді мына жағынан шамасы емес, былайынан өз еркектік шамасы келгенше алсын.
Арман, бағана бір сөздеріңден қатыным деген сөз байқап қалдым да. Әрине енді біреулерге түрпіде естігенмен, бірақ енді маған менің күйеуімнің өзі қатыным деп айтады да. Басында жаңадан үйлене салған кезде мен долданатынмын. Неменеге қатыным, біреудің көзінше айтқан кезде. Елдер әпай жаным деп айтып жүр ғой, жаным деп айта берші деген сияқты ше. Бірақ кейіннен мағынасын түсіндіргеннен кейін мен түсіндім. Енді сен сол туралы айтып өтсең, сен неліктен қатыным деп айтасың? Енді мен былайына айтқан кезде көбісі әйел деп айтады. Әйел или әйелім деп. Ол парсы тілінен алған кезде бір күндік жезөкше. Енді өзіңнің жан жарыңды или қатыныңды бір күндік жезөкшеге теңегің келе ма деген осындай сұрақта. Иә. Енді қатыным деген ханшайым, енді кухняның басшысы дегендей, смотрящий деп осы айтады ғой үйде. Дәреже. Иә, дәрежесін кәдімгідей жоғарылатады ғой. Енді жезөкше мен дәрежесі ханшайымның енді қалай болсын да. Ал сосын қатынды жаным деп айтуға болмайды. Соның ішінен шыққан баланың өз балаңды жаным деп айтуға болады. Өйткені қатын ешқашан нетуге болмайды. Қатты еркелетіп, қатты жаным деп айтып қойғаннан кейін ертең қатын десең айтады ғой, жаным деп айт депшін, демал или депшін, түрі тақала кетеді. 2 жылдан кейін отвечаю мен шын. Былай ғой, короче, жүрген кезде жаным ойбай деп гүл апарып береді, зерлеп отыр, предложение жасайды. Сосын үйге келеді, енді еркектігін көрсеткісі келеді ғой, тұр дейді ғой, айтады, мә дейді ғой, істеп ал өзің деп, или өзің кофе қойып ал. Реально ол солай да өзі ше. Қазір мен талайын көріп жүрмін ғой, дос балалардан да бар, бізге отырып предложение жасап, сол өздері сөйтіп үйленіп алғанда, енді білмеймін, семьяларында қалай екенін, әлі жан жүреді сияқты, кешіріңізші жан деп, аяғыңызды басып кеттім деп, не қылса чай қойып жіберейін жан деп ше. Ол еркек ешқашан завтрак дайындамаған. Бірақ мен мынандай момент болды, мен қатыным аяғы ауыр кезінде, мен қатыным айтты, 9 ай жатасың деді. Тұрып жүруге ештеңке болмайды, тұрасың, тамағын ішесің, көмекші алдық. Кішкене көмекші, әлсіздеу болды, енді ғайбаттамай қойып, әлсіздеу болды, сол себебін жұмысынан кетті. Өзім чай қойдым, мен никогда ұстап барып, былай чай қойған адам емеспін де, үйленгеннен кейін ше. Бірақ придется, мен апарып өзім чай қоям, өзім мысалға ішемін да, бірақ қатынға құйып бермеймін, қатын чай қоям, әкеп берем, көтеріп әкеп берем. Болды, оған ауыр көтеруге болмайды, ол чай құйып береді, бәрін істейді да, бар тұптың жата қалады. Сондай моменттер болды да. Сол кезде біраз адамдар Арман шайын көтермеуші еді ғой, Арманға не болып қалды деп. Өйткені маған бала керек та. Сол себептен мен істедім соны. Маған ұрпақ керек та, мен істедім да. Так болатын еді сол кезде. Қу жер басқа қатын алуға. Ол адамгершілікке жатпайды. Өйткені мен қатын болғаннан кейін, сыйлағаннан кейін, Алла қосып тұрғаннан кейін, иә, өзі бұйрық қой. Солай мен. Өзім айтқым болады, осыны деп. Солай. Осы қатын сөзіне байланысты кеше жақында бір Мұқағали Мақатаев атамыздың басынан өткен бір қызықты оқиға есіме түсіп кетті. Трусилар жайлы ма? Жоқ. Қатын сөзіне байланысты такси тоқтатып тұрмай ма? Сөйтсе енді ол кездегі енді қазіргі біздегі сияқты көлік жүргізетін әйелдер аз болған ғой. Әйелдер ма? Иә, әйелдер деп айта берейінші енді. Келіншектер деп. Иә, келіншектер аз болғанда, сөйтіп такси тоқтатып тұрса, бір көлік тоқтаған, сөйтіп шопыр бала, машинаңда орын бар ма отыратын дейді да. Сөйтсе ана отырып, мен бала емеспін дейді онда. Шопыр қыз машинаңа отырғыз дейді. Ана бетіне қарайды да, мен қыз емеспін, мен бала шағам бар дейді. Шопыр қатын, машинаңда орын бар ма отыратын дейді. Анау деген долданып, сіз мені танитын не қатын деп айтатындай кімсіз деген сияқты бәле шығарады. Сөйтсе ана отырып, мен саған жақсы сөз айтып тұрмын негізі. Қатын деген сөздің өзі жақсы сөзден шыққан деп әр сөзін түсіндіріп берген екен ше. Мысалы, қатын деген қ деген қадірлім, а деген ардақтым, т деген тілегім, о деген ырысым, ен деген намысым деп ше. Содан кейін ана әйел сразу түсініп, келіншек түсініп, аға отырыңыз, бұдан кейін күйеуіме де айтам, қатыным деп айтсын деп қоштасып кеткен екен дейді да. Қайда қоштасып, значит, бір жаққа асығып жүрген ғой. Енді жұмысына кеткен ғой қарай. Солай болған ғой онда. Иә. Сондықтан енді қатын деген сөздің қалай айтсақ болады, қалай айтайын ол ше. Мұқағали Мақатаевты айтса, ең бірінші пошлый өлеңдер еске түседі да. Өйткені көбісі солай жарнамалап тастаған да, мысалға. Тілім деген шпақтым деген мысалға. Мен ол кісінің шпақтым деген өлеңін жаттаған болатынмын.
3 класста ма 4 класс жаттаған болатын. Иә. Иә. Қазіргі таңда негізі Мұқағали Мақатаевты ғайбаттап көп адамдар сөйтіп жаман өлеңнің бәрін сол кісіге қарай жауған екен да. Негізі ол кісі ондай енді былай айтқан шығар енді. Адам болғаннан кейін, бізде болғаннан кейін жаман сөздерді айтамыз, жақсы сөздерді айтамыз, сол сияқты. Одан кейін мен сені тағы бір Инстаграмнан байқап қалдым, бір билеп, бір көңілді бір видеоларың салсаң астында неше түрлі пікірлер кетеді. Есет, сен көрдің ба соны? Иә, хейтерлерден. Негізі хейтерлерге себеп керек емес сияқты, иә. Сен әйтеуір бір нәрсе ұнамай қалады оларға. Иә. Бәрін 100% дұрыс десең де әйтеуір соның ішінен бір нәрсе тауып алады, мынауың дұрыс емес деп соны бетке басып отыратын. Иә. Бірақ мен шынымды айтсам ойладым, сенің бір хейтерің жоқ сияқты. Жоқ, бар ондай көп. Әр адамда болады ондай. Істеген нәрсең жақпайды. Аллаға шүкір ондай бір. Оларында болғанда дұрыс та. Кішкене ше. Енді хейтерларды бағана айтып кеттім ғой мен. Өздері жетістікке жетпеген адамдар деп. Іштері тар, көре алмайтын, қызғаншақ, сондай ше. Сондай адамдар да. Саған сонда көбіне не айтады? Маған сол қызық та, сенің қай жеріңе тиіседі олар? Маған серьезно жүр дейтін. Иә. Ыржың-тыржың қой, салмақты бол дейді. Ал салмағың 60 килограмм қайдағы салмақ? Иә, Есет бағана айттық қой біз сөздің басына. Бізде қалыптасып қалған спортшылар салмақты, көп сөйлемейді. Мысалы, олар бір кішкене күліп сөйлесе де бір ерсі көрінеді деген сияқты. Біздің өзіміз ойладық қой, арман келген кезде сұхбатта сөйлемей қалса не істейміз деген сияқты ше. Сондай нәрсе ғой. Қателес қаппыз деп өкінішке орай. Өкінішке орай осыға қапты деп. Иә, ол хейтерлер бәрінде болады. Әншіде де болады, спортсменде де болады. Жай қарапайым адамда да болады. Оны кімдер шығарады? Оны өсекшелер шығарады. Іші тар, көре алмайтын, өсек айтқан жақсы көретін. Отыра қалса екі еркектің қазір басы қосылып кетсе, анан біреуін жаман да кетеді да. Бізде тоқтату керек қой оны. Мына өсек тоқтардың кішкене деп ше. Болмайды олай. Енді хейтерлер дегенде биыл жазда хейтер емес, өсекші деп айту керек оларды. өсекшілер деген соларда. Көре алмайтын. Токиодағы олимпиададан көрген шығарсың. Иә. Бізде спортшыларымыздың бәрін қырып, боксшыларды әсіресе сынап жатыр ғой бәрі. Аллаға шүкір, 3-ші орын алды. Иә. Не жетіспейді олар енді шығып ондай мықты болса бар өздері конкретно былай қазақ тілімен алып қырмай ма барып? Өздері шықпай ма? О, әңгіме менде де жатып қыртып әңгіме айта береміз, аспан қарап, тісін шығып қойып түкіріп ше. Онда әңгіме айтатындар көп қой. Өйтіп клавиатураға отырсаң, біраз адам жамандап соға болады. Неғып сен бұтың қисық деп ше. Неғып сен жаратылысың осындай деп. Көз бақырақ болса, сен неғып көзің ашық деп ше. Көзің кішкене жұмып жүр деп. Ондай причина көп, мен любой адам ұстап аламын ететін болса ше. Сен мысалы лупатый деп айтуға болады ше. Маған айтатындар көп, маған айтылатын нәрсе көп. Иә, сол сақылды ол іздеймін десең ше. Сол олимпиадада бәрі қол алып жатты, боксшылар алтын алған жоқ. Аллаға шүкір. Мүмкіндігінше жаңағы спортшыларды қолдап, мысалы қоланың өзі, мысалға әлем бойынша сен үздік 3 спортшының қатарына кіріп тұрсың деген сөз ғой. 4 жылда бір-ақ рет болады. 4 жылда бір-ақ рет болады. Кілең мен деген спортшылар жиналатын жарыста 3-ші орын үздік 3-ке кіріп тұр. Бірақ соның өзінде бізде сынап жақпайды ештеңе. Иә. Жаңағы құраманы, боксшылар құрамасын толығымен ауыстыру керек. Бәрін құрту керек деп, бәрін тек. Жоқ, оны алыпса да оны кімді қояды? Онда барысында басқа ұлттан алып келсін біреулер, пришельцтерді қайда жоқ біреулер. Или Марстан барып алып келсін біреулер, отылмайтын ше. Или андай доспех кигізіп қойсын, удар тимейтін, или удар тиетін сондай бірдеңке. Олай болмайды, ол спорт болғаннан кейін бірде жеңіліс болады да. Алла кімнің мысалға, Алла әр мемлекеттің пиғылына қарай ше. Батырларын да солай береді, елбасын да солай береді да. Біздің ниетіміз бен пиғылымыз төмен болып кеткен ол. Өйткені бір-бірімізді көре алмаймыз, бір отыра қалсақ өсек айтамыз, мысалға үшеуміз айтып отқан сияқты примерно ше, ананы жамандап, мынаны жамандап. Сол сияқты ғой, примерно үшеуміз басы қосыла кетті, анау Иван беспонтовый екен, кішкене дауысы гүрілдеп тұрды, неғып шашын жумаған деп осыны. Әңгіме жібере бересіз ғой, қарап тұрып ше, жаңағы шаштары түсіп қапты дегендей. Ол содан басталады да. Сол себептен қазақтың ниетін түзеу керек бірінші ше, пиғылын түзеу керек. Әрбір қазақ бір-бірін үшін мысалға, Аллаға шүкір осы бауырым аман болса екен, қай жерде жүрсе де аман болса екен деп, Аллаға шүкір деген сөз айтып жүру керек та. Сонда Алла біздің ниетімізге, пиғылымызға қарап, дұрыс басшы да береді, басшылық та береді, адамдарымыз да түзейді. Адам өзінің отбасынан бастап түзеу керек та. Сен еркек басымен айтып,
әңгіме беріп отырасың, еспе, анау жаман деп ше, оны бала шағаң не істейтін? Бала шағаң сол тәрбиені алып шығады да. Ертең сосын балаға, қой, өйтіп істеме десең айтады да, қалай істемен? Мына жерге татуировка салып алады, сосын үлкейтеді оны, сосын айтады, папаның, кезінде қайда қарадың деп ше. Кезінде қайда қарадың, кезінде тәрбиелеу керек еді ғой дейтін. Болды, айтады, демал дейтін, или қазір дом престарелых өткізіп жіберемін дейді. Болды, не әңгіме. Содан басталады оқиған бәрі, дом престарелых, бала тастау деген ше. Сол себептен әр отбасының ағасы мен әкесі мықты болу керек. Ұлтшыл болу керек, намысшыл болу керек. Анау Бауыржан атамыз айтқан ғой, Бауыржан Момышұлы атамыз. Жаным арымның садағасы деп ше. Өліп қалсам да арым сатпаймын деп ше. Ол стоп қой болды. Сөздің төресі ғой, сол жаным арым садағасы. Өліп қал, бірақ намысын сатпа да. Арың сатпа. Ол сен мына жерде отырып уже әңгіме жамандап біреуді. Екеуміз отырған Гүлнара Бесмантова екен, кішкене шашын былай қайырмай кетті, бетіне макияж қалың жағып алыпты деген әңгіме ғой сол. Содан басталады ғой. Ана жерде екі қыз күліп отыр, біреу мас киіп алған деп ше. Бір қыз походу аузын жумаған қойдың деп, маскасын шешпейді екен деп. Сондай әңгімеден басталады ғой бәрі. Иә. Ол біз қарапайым ойлаймыз, маска қолданып ниет жүр деп ше. Тисем, ізденіп тисем деген адам ғой, мысалы аузы или тісі жоқ деп айтады ғой. Айтады, ауыз сазиды или тісі жоқ деп айтады. Тырнағасынан кіріз дейтін. Иә. Тырнағасы таза екен. Нормально екен. Мен енді әйел адам болғаннан кейін арманның тоқал алам деген сөзіне іштей қыз бала болғаннан кейін или келіншек болғаннан кейін деген дұрысырақ жарайды. Келіншек болғаннан кейін арманның тоқал алам деген сөзіне іштей келіспей өзімнің күйеуімді уайымдап деп па, ол тоқал алам десе мен қалай жауап беремін деген сияқты уайыммен отырмын. Арман енді тоқал алам дегенде тоқалдың, қыздардың қандай талаптарына қарай іздеп жүрсің? Жағдайы төмен, өзінің қамқоршы болатындай. Қалған бәрін өзін тәрбиелеп аламыз. Аллаға шүкір. Характер дегенше айқайлап тұр ғой. Жоқ енді бір сұлу или жаны сұлу болса болды. Қалай айтсам болады? Енді жоқ, бәрібір қарайды. 1.80 демей қойын. Бойы 1.70. Фигура деп айтпай қойын. Оның бәрін өзіміз келтіріп аламыз, қолмен сурет сызған сияқты ше. Адамгершілігі мықты болу керек қой, қалжың ғой. Адамгершілігі, алған тәрбиесі жақсы болса болды. Қалған бәрін енді қатын еркектің қабырғасынан жарылған, қатын ешқашан түзу болмайды. Әрқашан да түзеліп тұру керек та. Сол себептен Аллаға шүкір, ол жағына Алла бұйыртса шамамыз келеді деген ойдамын. Түзеп аламыз өзіміз. Ең бастысы жағдай төмен. Төмен отбасыдан аламыз. Өзіміз қамқоршы болатындай кішкене сондай. Спортқа ораламыз ба? Әңгімеміздің соңында спортпен аяқтайық. Сенің жанкүйерлерің мүмкін бір жаңалық күтіп отқан шығар сенен. Қандай не жаңалық болып жатыр өміріңде? Жалпы қазір поп ММА болып жатыр, көрген шығарсың. Поп ММА кулачный бойлар бар. Иә. Шақырған. Бақылайсың ба? $200 беремін дейді. $200? Айтқазы. $200. Айтқазы, мен саған $1000 берейін деп. Сөйтіп өлешті. Организаторына. Иә, Украинадан жазған алдында. Қазақстанға келеміз, спор өткіземіз, анау. Еще айтып қойды маған, сен подписчигің өсет, анау. Маған ол подписчик не қажеті бар маған? Өздерінде бір 5 ба, 4 подписчик бар. Сол 4 подписчик маған көшіп алу керек болсын да. Айтқан мен сендерге төлеймін деп ше. Сендер айттың, нормально сумайтындар. Көреміз. Егер нормально сумма берсе, келісесің ба? Ойланып көруге болады, иә? Неғып келіспеске? Мен просто кейбір Біз сұхбаттарда мамандығымыз төбелеспен. файтерлер айтып жатыр да, поп ММА-ді жамандап, бұл әшейін спорт емес, уже шоу бұл деп. 60 жылдар ма? 54 жылдар бокс солай болған, ең басты. Жұдырықпен бокс асқан. Италияда ма? Италияда, Испанияда ма? Италияда. Сондай. Өз бокс солай басталған, өз жұдырықпен. Сол қайтып еніп жатыр да. Жаңартылған түрі поп ММА қылдырып кіргізді оны ше. Неге төбелеспеске ол жерге? Бір жағынан өзінің қазақтың баласы бар, төбелес жүр, 2-3 боламыз. Әділжан, сосын Бағдат деген бауырымыз бар. Иә, төбелес жүр, Аллаға шүкір, өлген жоқ қой. Удар алмау керек ең басты. Кәдімгі жекпе-жек сияқты. Бокстағы перчатка ше. Мысалы бокста перчаткадан енді асып қорқпайсың ғой, енді перчатка ғой деп ше. Ана жерде сақ жүру керексің да. Ұрыққан кез тартылып, басын тартқап, өйткені жұдырық болғаннан кейін біреуге жарақат беріп қою мүмкінсің да. Сен бетіңді қойшы жарайды.
жыртылады. Біреудің қолсын кетуі мүмкін ғой. Соны ойлау керек бастысы. Негізі боксшылар да болсын, файтерлер де болсын, осыдан қорқатын сияқты. Негізі кез келген осы боксшы, спортшы бір ғана соққы тағдырын жекпе-жектің карьерасын шешіп кетуі мүмкін ғой. Сен қанша жерде мықты болсаң да, бір аутсайдермен шыққанның өзінде оның бір ғана соққысы өтіп кетуі мүмкін саған. Иә. Бұдан көп спортшы айтады да, бұны көріп те жүріп қой. Аутсайдер шығады, жекпе-жекке 2 апта бұрын ғана дайындалған. Бір ғана соққымен 10-шы раундта мысалы нокаутқа түсіріп тастауы мүмкін қарсыласын. Фаворит болып тұрған мысалы чемпион болып тастауы мүмкін да. Осындай қорқыныштар болмай ма? Жекпе-жекке шықтың, сен енді білеміз ғой, көбіне жаңағы нокауттарыңды, соққыларыңның күшін дәл сондай өзіңе соққы алып қаламын деп қорықпайсың ба? Мен жалпы соққыдан қорқамын. Сол себептен ғой қорғанасың. Қорықпасаң қолыңды сүртіп жүре бермейсің ба? Я енді Аллаға шүкір боксқа қатысқаннан кейін да кішкене Аллаға шүкір бізде бас қорғау деген кішкене бар да бізде. Біраз жекпе-жек майталмандар бар. Мен аттарын былай айтпай ақ қояйын. Өздері біледі, мен оларға беттеріне де айтамын, кішкене қолдарын көтеріп, кішкене бастарын қорғаңдар деп ше. Өйткені ертең миың шайқалып, ертең жасыңа жететін кезде 60-қа келгенде шайқалып отырсаң қиындау да кішкене. 60-та күліп жүру керек қой, сақылдап ше, тағы біреу аламын деп тоқал ше, мен жаңарту керек па деп ше, бірдеңке деп. Ақын сөйтіп. Жас қыздары қырындақ қоясың, хотя алмасаң 4-еу болса да ше, жатамын деп қойып. Иә. Енді біздің оқырмандарымызға жаңалығың болсын. Дәл қазір қандай жаңалық айтсақ болады? Инсайттар бар ма? Көрермендерімізге. Иә. Алла қаласа осы қарашаның 3 күні Алматы аренада NFC жекпе-жегі болады. Соған келіңіздер. 20%-теріне сондай адам кіргізеді деген. Соны келіп тамашаласаңыздар болады. Ең главный карттың предпоследний бойында жекпе-жек өткіземіз. Сіздерде соглавный бой. Иә, барып сол жерде бір өнерімізді көрсетейік. Біраз қазақ халықта, біраз қыздарда, ұлдарда жазып жатыр, жекпе-жегін қашан сағындық қой деп ше. Енді шығып таяқ шайқамасақ оту керек бізден. Бұғып қашып жүрмесек ше, ұрмай. Қарсыласың белгілі ма? Серхан Валили. Азербайжанда сондай бірдеңке. Ұлтын қазір. Бразилецтермен шығатын еді ғой. Ой, сол айтады осы жолы тағы бразилецпен берейік. Айтамын, ұялсаңдарса ше, өзі М1-ді 6 бой өткіздім, үшеуі бразилецпен төбелестім. Қойып кішкене беріңдерші, бір адам сияқты төбелесейікші деп. Не бразилецтен басқа адам жоқ па деп ше. Сөйтіп берді Серхан Валили. Келгеніңізге көп рахмет, сәттілік тілейміз. Алдағы жекпе-жекте бұйырса барамыз. Иә. Жекпе-жегіңізге. 5 мың теңге берші.